сыйлық береміз. Мысалға, бірінші әріп Д, мен қазір сұрақ қоямын. Дамир қандай болсын десем, сіздер жүрегіңізден шыққан Д-дан басталатын сөздер айтасыз. Соның үздігін сен таңдайсың, сыйлық береміз. Келістік қоя. Ендеше Дамир қандай болсын? Дәулетті, данышпан, дені сау болсын, дарынды болсын, дәрігер болсын, дана болсын, дерзкий болсын дейді. Дихандай нағашым болсын дейді. Дұрыс па? Бар ма ондай кісі? Ал қайсы? Дана болсын деген сөз бар. Ең бірінші дана болсын деп кім айтқан? Төрдегі апамызға қол соғып қошеметтеп сыйлығын табыстап қояйық. Келесі әріп А. Адам басылатын нұсқа өте көп. Дамир қандай болсын? Адал, арманы асқақ, ақылды болсын. Жаның шығып кете жазылды бір кәдімгідей. Апа, спокойно, спокойно. Еркін құсаған ақылды болсын, сөзге шешен болсын. Арыстандай айбатты болсын. Абыройлы азамат болсын. Тілек айтып кетті. Айбатты болсын. Ақсақал, жаңа бір жасқа толып жатқан баланы уже ақсақалды ата қылып бастап жатыр. Күшті ғой? Ал қайсы? Тек ата болсын деген таңдама? Ескелді ауылының үлкен азамат болсын. Бәрекелді. Үлкен анамызға әдемі сыйлықты табыстайық. Апа, рахмет. Рахмет. Келесі әріп М. Дамир қандай болсын? Мейірімді болсын. Ескелді ауылының енасы болсын. Мәртебелі болсын. Мақтаншақ болсын дейік біреу. Әжесінің мақтанышы болсын. Қайсы? Музыкант болсын дейік, өзің сияқты. Әжесінің мақтанышы болсын. Әжесінің мақтанышы болсын. Келесі әріп И. Инабатты, икемді болсын. Әр жұмысқа икемді болсын. Иманды болсын. Ең бастысы иманды болсын. Идеальны болсын дейді. Иманы болсын деген кетті, бірақ икемді де болсын да. Екеуі де болсын. Бәрекелді. Ендеше қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Икемді болсын және иманды болсын. Соңғы әріп Дамир қандай болсын? Ризығы мол болсын. Рахымды болсын. Менің атым бар ма? Рухты болсын. Рухани болсын, рахат өмір сүрсін дейді. Ел жұрт риза болатындай болсын дейді. Ал қайсысы? Рухты болсын деген. Рухты болсын. Ақыры сыйлық алдыңыз, ә? Тамаша. Ендеше ақыры сыйлық алсаңыз, бұл сыйлықты оңайлықпен алмайсыз. Сұрақ қояйық. Жауап берсеңіз сіздікі, жауап бермесеңіз менікі. Сұрақ: оңай немесе қиын? Қайсысы? Оңайы. Жолдасыңыз бар ма? Аты кім? Сауытбек. Сауытбек, дұрыс. Бұл оңай ғой. Манадан бері сыйлық алғысы келіп, жолқынып отыр айтып. Былай ғой деп. Рахмет.